Стройканы білгіш родной. Болмайды да үйлерің. Құлайды ертең 1-2 жылда. Кім қалаған мынаны? Біреуін кіргізіп, біреуін шығарып. Братандар қалаған ғой, братандар. Шақырмайсыңдар ма? Бір ауыз айтсаңдар көріп береміз ғой. Не ойлың? Европейский стиль ғой, братан. Біздің ауылға не европейский стиль? Құр кетіп тұр, мынаны ағаш тауып берсең. Әпеш ананы. Қайсында, братан? Жатыр ғой жылтырап. Өзіңді ашып барса, 3 бұрыш. 3 бұрыш жылтырап жатқан ба? Тас жатыр ғой. Дан шегемен ұрып жүргесіңдер ма? Енді басқа немен ұрасың, братан? Қалың шегемен ұру керек та. Қанша болды слак? 100 теңгені алдық қой бүгін. Жыныстыңдар ма? Таныс бар еді, 40 теңгеден алып беретін. Мынаны бұрыштарын қисық қылмай Маратқа шығартпайсыңдар ма? Марат шығарды ғой сол, братан. Қош? Иә? Ішіп кеп шығарды ма? Жоқ, сап-сау. Маратқа не болған же? Пластик терезе қойын деп жатыр. Болмайды. Ертең жаңбыр жауады да ескіріп шығып кетеді білесің. Қойш? Ағаш терезе қойсақшы. Болмайды, ағашында құрып кетеді ертең ішіп. Не істейміз сонда? Тұра берсін өйстіп ашық болып. Бір жаппа ма жоғары жақ? Иә, бір жаппа ғой. Егер істегенсіңдер ұшып кетеді ғой ертең. Қойш? Сәл жел болса болды ұшып кетеді. Сұрамайсыңдар ма? Енді не істейміз? Егер де тек қазақша сөйлесек. От души, брат. Саған деген көңілім пәк бауырым. Мен оған Абидас қалған, брат. Ол менің көңіліме қаяу түсірді, бауыр. Анағы ше проститутка болып кетіпті ше, масқара. Анағыз түнгі көбелек болып кетіпті, масқара. Кеше туған күнде кәдімгідей кайфовать еткенсің ғой. Кеше туған күнде кәдімгідей ләззаттанғансың ғой. Деп күлдім ғой жаңа. Брат, телефоныңды бере тұршы, связьға шығып жіберейін. Бауырым, сын тетігіңді бере тұршы, байланысқа шығып жіберейін. Сөйтіп, короче, ана балконнан киллер тұрады ғой осылай ше. Сөйтіп, қылтимадан жендет тұрады ғой осылай. Қойсай, брат. На принцип қоймайым мен. Жетер енді қойсаңшы, бауырым. Қадалған жерінен қаналмағанша қоймайым мен. Қазақ қазақпен қазақша боқтасын. Айылға ғана кезің ғой досым. Айтпақшы саған қанша қарсың? 10 мың теңге қарсың ғой андай. 10 мың ба? 10 мың. Жарайсың, рахмет. Алдында кафе қосып едім ғой сен үшін. Қанша? 5 мың. Айтпақшы, сен орныңа сменаға шығып беріп едің ғой, білесің ба? Шаштарыңызды төлеп едім ғой, есіңде ма? Ит жабаламай қиналғанда көмектесің. Саған машина алып беріп едім ғой, есіңде ма? Жетіп қала ма, қанша жүрді? Ол ана тойға барған кезде қарыз қалғаның бар. Ана үстіне футболка мен алып беріп едім ғой. Одан кейін ана дейші. Қызың туған күніне барған кезде беріп едім ғой. Одан ана қызымен ұрысып қалған кезде бергем. Әйтеуір болды ғой я, қарыз жоқ қой. Болды, қарыздан құтылдың родной, жақсы. Айтпақшы, 5 мың теңге қарыз қыла тұрайын да сенің родной, Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін. Табу керек дейін жасап тұрса сен. Қаладан келген родной. Родной осы сендердің тауықтарың бар ғой, будильникке тұрып, одан барып сендерді оятам, а? Иә. Досым, мынау суық аяғында. Сим десең ашылады. Сим. Досым, мынау қосылмады ғой. Құшы. Досым, мынау шықса көтін кім сүртіп береді? Есің дұрыс па ғой, мал ғой, өзі сүртеді. Досым, туалеттерінде осветитель жоқ па? Жоқ, бұл табиғи ғой, кәдімгі шығып кетті. Досымнан сонда жағып жылтасыңдар ма? Жоқ, жағып қойып, иісін иіскеп отырамыз. Осыны кешке сойын деп жатыр. Аузайын деп жатсың мойнынан. Родной контрдағына ішіне тұрсаңдар, либо артынан кеп тұрсаң бар ғой, сразу көреді ғой. В детство ты куда ушло? Қандай жүрген қызың бар ма? Қойшыма ғой, не айтып тұрсың? Үйбай, енді мамасынан жасырам екен осындай нәрсені. Айтсашы, бар шығар мүмкін қызың. Қойшыма ғой, өзім айтым. Қандай қойшы енді, айта салшы, бар ғой иә қызың сенің. Иә, бар. Ай, молодец. Қай жақтың қызы? Қызылорданың қызы ма? Мә, тіпті күшті болды ғой мынауың. Мама, пожалуйста, ешкім кетпаңызшы, енді кездесіп жүріп, пожалуйста, ешкім кетпаңызшы. Кімге айтам балам? Осы жерде қалды, болды, айтылды, қалды. Алаңдама. Все. Әй, группа, қалдарың қалай? Ана біздің үйдің тентегінің қызы бар екен. Осы ноябрьде той деп отырмыз, келесіңдер ғой бұйырса. Қызылордамен құда болғалы жатсыңдар. Сенің малға қызығатын досың. Шығып тұршы, ана екеуін әкеп, байлап, ендегі жыл сойып сататын болсаң бар ғой, 2 есе ақшасын жарасын, сынды бар. Сенің ана көмірің, газың ше, мынаның қасында еш нәрсе емес қой. Қойш? Табиғи, таза табиғи. Родной, мына жерге жақсылап малға ше, кафель төсетсең. Қумаш ше?
ой шынымен қарша ойласа жақсы ғой, малым жағдайы жақсы болған, өзіме де жақсы. Шындысың ба, қадмай? Ой жақсы ғой. Малдарыма шөп түсіру керек, әйтпесе екі сиырым. Мақұлық шөп қашан айып білесің дейді, күн түнде шықпасын. Че-то бүгін бұзауым ауырып тұр ше. Қасына жатам ойдым бүгін ше. Ека, че там настроение жоқ қой досым? Кеше екі тоқтымның біреуін сойып еді ше. Бауыр басқаған емес. Че там досым настроение жоқ қой? Екінші тоқты да кетті ғой. Көп көрді ғой. Көңіл бөлмейтіндерді белгіле. Жан, кешке не тамақ істейін? Рашки тамақ сызайын ба? Мына көйлек маған жарасып тұр ма? Каспиіңіздегі бүкіл ақшаны жұмсап тастаймын. Жан, түннің бір уақытында мен қыдыруға кетіп баратырмын. Жан, мен темекі шегіп жүрмін. Жан, мынау менің жігітім. Жан, мені шаршатып жібердіңіз, мен кетіп баратырмын. Жан, кешірші, қателесіп кетіппін, мен сізсіз өмір сүре алмайды екенмін, жан кешірші. Жан, кешіресіз ғой, кешіріңізші, жан.